Арықтауға арналған установкалар. Пожалуйста, поставьте лайк, отправьте своей подруге и подпишитесь. Тут я много говорю о психологии похудения и лайфхаках и о бьюти. Бізде көп адамдарда неосознанно тамаққа байланысты установкалар бар. Сіздер оны байқамауларыңыз мүмкін. Мысалы, ой, мен тамақ жегенді жақсы көремін, мен маған тоймаймын, маған тамақ көп жеу керек деген сияқты көптеген установкалар бар, которые біз байқамайтын. Сіздің мақсатыңыз енді ол установкаларды өзгерту. Себебі біздің өміріміз установкаға байланысты өзгереді. Яғни сіз арықтай алмай жүрсеңіз, мүмкін сіздің установкаларыңыз дұрыс болмауы мүмкін. Себепті қағаз аламыз және де қағазға өзіміздің тамаққа байланысты бүкіл установкаларымызды жазамыз. Сосын қасына оған керісінше установкалар жазамыз. Мысалы, маған көп тамақ жеген ұнамайды. Мен қарным тойса, дастарханнан сразу тұрып кетемін. Мен тамақ жемей жүре аламын. Тамақ вообще маңызды емес өмірімде деген секілді өз-өзіңізге установкалар қоясыз и күнделікті өзіңіз соны қайталап жүресіз. И потом спустя времени это станет частью вашей жизни. Солай установкаңызды өзгерту арқылы арықтай аласыздар.